көктем мезгілі жақындап қалды. Көктемге аулаға дала гүлдерін егеміз. Сол гүлдерге мына қалдық заттардың гүлзарлар жасап жатырмын. Мен де білесе бола ма? Әрине қызым, уақыты келгенде бірге гүлдерді егеміз. Ахай! Анашым, сен не істеп жатырсың? Қызым, мен мінекей бөлме гүлдерін өзінің ыдысына отырғызғалы жатырмын. Мінекей қызым, мына гүлді қара. Бұл тірі табиғат. Бұл гүл деген үйіміздің ауасын тазартып, мінекей үйімізге әдемі көңіл күй сыйлайды екен, иә, міне гүлдер. Мінекей мына гүлдің сабағы, жапырағы, тамыры болады екен. Кәне келе ғой қызым, осыны екеуміз бірге мына ыдысына отырғызайық. Қолың бүлдірмес үшін мінекей осындай алжапқышты тағып ал. Бірақ ұстайсың, иә, үстін бүлдірмес үшін осындай алжапқышты тағып ал. Мінекей мына ыдысын алды. Мінекей астына осындай қалыпқаны саламыз. Мінекей қара. Кәне сен де байқап көрші, қолыңмен сал. Иә, жарайсың. Енді мінекей кішкене топырақты себеміз, ішіне саламыз. Мінекей сен де байқап көр. Мінекей топырақты саламыз. Өзінің ыдысына саламыз. Болды. Енді мінекей гүлімізді аламыз. Гүлді отырғызамыз. Тамырын зақымдап алмауымыз керек. Мінекей қара. Мінекей осыны алдық. Өзінің ыдысына отырғызамыз. Мінекей. Енді осының үстіне мінекей тағы да құмымызды саламыз. Мінекей. Көрдің бе, қарап тұрсың ғой? Көп мөлшерде құм қажет, себебі бұның ыдысы үлкен. Үлкен ыдыстан отырғызып, мінекей үстінен саусағымызбен басып жібереміз. Мінекей. Көзайым қызым, көрдің бе? Міне үй гүлдерін біз осылай отырғызады екенбіз, иә? Бұл үй гүлдері бізге үйімізге әдемілік сыйлайды екен, адамға әдемі көңіл күй сыйлайды екен, оттегісін шашып тұрады екен, иә, балам? Сізге көп рахмет. Күндегі су қойып, жапырақтарын сөтетін болам. Жарайды қызым, сен маған әрқашан көмекшім бола білдің қызым. Мен енді осы үй гүлін сенің балабақшаға сыйға тартқым келіп отыр. Достарыңмен балабақшада осы гүлге күтім жасап, жапырақтарын сүртіп, суды құйып тұрасың, иә? Достарыммен күтетін болам гүлдерді.